Достар, 2025 жыл Қытай жаңа жылының даталары белгілі болды. Егер де сізге осы ақпарат керек болса, онда видеоны толық қарап, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңыз білесіздер, жыл сайын Қытайда жаңа жылдың даталары ауысып отырады. Дәл осы кезде қытайлар бұл мейрамға үлкен мән беретіндіктен шекара жабылады, яғни бүкіл маркетплейстардан заказ беру уақытша тоқтатылады. Биыл Қытайдағы жаңа жыл 2025 жылдың 29 қаңтар күні тойланатын болады. Сол себепті сіздер заказдарыңызды 21-22 қаңтарға дейін беріп үлгеріңіздер. Себебі одан кешіксеңіздер, товарларыңыз шекарадан өтіп үлгермей қалуы мүмкін. Себебі көпшілік маркетплейстарда білесіздер, товарлардың упаковка жасалуы 1-2 күнді алады. Ары қарай складқа жеткізіледі, складтан сортталып, тиеліп 3-4 күннің ішінде шекарадан шығып үлгеруі қажет. Ал шекараның ашылуы 3-5 ақпан күндеріне сәйкес келеді. Сол кезден бастап заказдарыңызды бере берсеңіздер болады. Кейбір кезде әр магазиндердің өзінің жұмысқа шығу уақыты болады. Көп болса 1-2 күн тұрып қалуы мүмкін, алайда жалпы осы уақытта бүкіл магазиндер қайтадан жұмысын жандандыра бастайды. Сол себепті осы датаны ұмытпай, кешікпей товарларыңызды салып үлгеріңіздер. Осы үзіліс уақытын пайдаланып, егер де сіздің арнайы нишаңыз болса, Каспий магазинде мысалға сататын болсаңыз, соған дұрыстап отырып анализ жасаңыз, біліміңізді толықтырып, әлі де іздене түсіңіз.